Ассалаумағалейкумдер, қайырлы таң. Бүгін 19 июль 7 ай ғой, 2026 жыл. Мынау біздің Басқұдық ауданы, Мұнайлы ауданы, Басқұдық жаңа қоныс селосы. Мына жерде тоқтың бағанасы болған, мына жерде линия болған, линия. Мына линияны кім алып кетті, соны мына линия жоқ, мына жерде кесіп алды, мына жерде кесіп алған да, бұны техникамен келіп кесіп алды ғой, мына техникамен кесіп алды. Мына короче былай қарай жалғанады. Мына тоқ, мына жерде жол болады ғой, мына тұрба алынады, заң бойынша алынады, мына жерде жол болады. Мына линия 5 линия тоқтың бағанасы жоқ та, мына жерде маған айтады, дәлелің жоқ дейді. Мына дәлелі ғой, міне линия тұр да, былай қарай кететін, мына линия тұр да, міне қазір көрсетемін, жақындатып. Міне мына линия тұр, міне ана линияға қосылу керек. Мынаның арасында 5 тоқтың бағанасы жоқ, короче, ұрланып кеткен. Соны Мұнайлы ауданы маған айтады, дәлелің жоқ дейді, дәлелің жоқ дейді. Маған штраф салған 778.500 теңге штраф салған. Осы линияны, бас жоспарды, сазбалшықты айтқан үшін. Енді маған мен Каспий Голдың жауапты затқа магазинге барайын десем, Каспий Голд жабық тұр. Мына линияны кім алып кеткен? Кім ұрлап кеткен? Басқұдық ауданы округі. Жаңа қоныс селосы. Қайда мына линия, қайда? Тоқтың бағанасы қайда? Кім алып кетті? Кім ұрлап кетті? Соған жауап беріңдер да. Бүгін 19 июль. Соған жауап беріңдер, содан кейін соттайсыңдар. Бірінші осыған жауап беріңдер. Сосын сазбалшық төккендерің өтірік емес, шын ғой. Оған да дәлел бар. Бәріне дәлел бар. Бас жоспар ауыстырғанға дәлел бар. Маған айтады, дәлелің жоқ дейді. Маған мені соттап жатыр ғой, сол үшін. Соған жауап беріңдер. Мына линия қайда? 5 тоқтың бағанасы кім алып кетті? Электриктер алып кетті ме, или Басқұдықтың әкімі алып кетті ме, или зам алып кетті ме? Мақсат, осыған жауап бер. Зам әкімсің ғой, осыған жауап бер давай. Тездетіп жауап бер осыған. Мына линия қайда? 5 тоқтың бағанасы қайда? Сен зам әкем болып тұрған кезде осы жерде болдың ғой, осы жерде жүрдің ғой. Қайда? Соған жауап бер, содан кейін штраф саласың. А то мен мына штраф төлемеймін, мен не деп төлеймін? Мен мына дәлелім жоқ дейді, дәлелім бар, міне. Линия жоқ мына жерде. Қайда линия? Соған жауап бер. Бүгін 19-ы, бүгін тап қазір келіп жауап бер, содан кейін төлеймін штрафты. А былай жауап бере алмайтын болса, мен не деп төлеймін? Мен төлемеймін, мен осы штрафты. Не деп төлеуім керек? Осыған жауап бер.